Ендігі кезекте OCMS және VOCMS шегерімдерін аударатын боламыз. Ол үшін және басынан бастаймыз. Создать. Басынан бастап отырға ерінсеңіздер, алдыңғы операцияны көшіріп алсақ болады. Бір ғанымнан ескертейін, бұл жерде перечисление, вид операции, перечисление обязательных социальных отчислений, СО деп жазылып тұр. Енді осыны көшіріп аламыз. F2 31.07 июль және мынаны өзгертеміз. Вид операции. Бұл бізде перечисление, отчисление OCMS. Бұл OCMS, ал мынау VOCMS. Алдымен OCMS-ті жасаймыз. OCMS, да. Автозаполнение на конец июль. 4800 теңге дейді. Салыстырамыз. Отчисление OCMS 4800 теңге. Дұрыс. Енді мұнда жазып қоямыз. Бұл бізде OCMS. Записать. Енді біз фонтты өзгертуіміз керек. Міндетті түрде бұны ұмытпаңыздар. Біз NAO OPV, NAO SO-ны енгіздік. Енді NAO SO-ны көшіріп алайық. Осының тек бір-екі жерлерін ғана өзгертіп енгізе саламыз. NAO OCMS атауы сол күйі қалады. Біз тек қана bin ғана өзгеруі тиіс. Қазір қараймыз. Для перечисления отчислений взносов. Бұл реквизит әрі OCMS-қа, әрі VOCMS-қа жүреді. Bin аламыз. Егер байқасаңыздар, барлығында bin 1, тек қана счеттары ғана әртүрлі. Демек, binді өзгертпейміз, біз тек қана счетты ғана өзгертеміз. Басқа счет аламыз. Bin сол күйі дұрыс. 71, 61 дұрыс. 71, 61 дұрыс. Біз енді бұның ішінен тек қана записать. Мынаны NAO OCMS создать жаңасын. NAO государство для граждан. Счетымызды осында қоямыз. Записать, закрыть. Мінекей счетымыз енді. Мұнда көрсетіп қояйық тағы да бір рет. Записать. NAO OCMS енгіздік. NAO OCMS. Енді осыны таңдаймыз. NAO OCMS деректерін енгіздік. 31.07. Записать. Енді осы құжаттың негізінде тағы да платежный поручение исходящий жасаймыз. 31.07. Оплачено. Расчеты с бюджетом по налогам. Міндетті түрде. Және комментарийға жазып қойыңыздар. OCMS за июль. Шілде айы үшін. Записать. Сформировать Swift файл. Қайда сақтайтынымызға жол көрсетеміз. Бұл бізде OCMS. Ескі папкаларын өшіп тастайын. OCMS. Выбор папки. Выгрузить. Swift файл сәтті жүктелді. Мінекей. Закрыть. Провести, закрыть. Провести, записать, закрыть. Ендігі кезекте біз VOCMS есептейміз. Алдыңғы операцияны көшіріп аламыз. F9 31.07. Енді вид операция деген жерде VOCMS таңдаймыз. Перечисление взносов OCMS. VOCMS дұрыс. Автозаполнение. Датасы дұрыс. Енді фонтты өзгертеміз. Бізде фонт екеуінде де дәлме-дәл, тек қана біз әрқайсыны жеке-жеке жасап қойсақ болады. Ол үшін OCMS-ті қайдадан көшіріп аламыз. Бұл жерде тек қана мына жерге VOCMS деп жазсақ болды. Записать. Банковский счет өшіп кетіпті өкінішке орай. Қайтадан көшіріп алайық онда. Мына счетті
жазып аламыз. Қалған деректер сол күйі қалады. Создать. Now. Счетін жазамыз. Записать. Закрыть. Счет. Показать все. Таңдаймыз. Записать. Закрыть. Осы еместіде енгіздік. Фонд таңдалынды. Окей. 2400 теңге. Ссылка начисление. 2400 теңге осы емес. Дұрыс. Барлығы дұрыс. Записать. Енді осы құжаттың негізінде тағы да платежный поручение исходящий жасаймыз. Датасын қоямыз. 31.07. Галочка қоямыз. Статья ДДС на расчеты с бюджетом по налогам. Деректерде қарадық, тексердік. ВОС емес за июль. Записать. Записать. Сформировать Swift файл. Тағы да жол көрсетеміз папкаға. ВОС емес. Мына ескі файлдарды үшіп тастайын. Выбор папки. Мінекей Swift файл, соның ішіне ВОС емес папкасына жолды көрсеттік. Выгрузить. Біздің Swift файл сәтті жүктелді. Шабамыз. Провести, закрыть. Записать, закрыть. Мінекей біз бүкіл салықтарды Swift файлдарын жүктеп алдық. Енді сол Swift файлдарды алып, онлайн банкингке кіріп, импорт арқылы жүктеп, банкке, бюджетке аударамыз.